أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين آمين آمين. Bizler لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية كتابنان 22-شі дәріске келдік. 19-ші өсиет. العهد التاسع عشر في الدعاء بين الأذان والإقامة. Азан мен қаматтың арасында дұға айту жайындағы өсиет. أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله تعالى ما شئنا من حوائج الدنيا والآخرة لنا وللمسلمين فيما بين الأذان وإقامة الصلاة. Allah елшісі саллаллаху алейхи вассалам бізге өсиет етті. Қалағанша дүниелік қажеттіліктер болсын, ақыреттілік қажеттіліктер болсын, өзімізге және мұсылмандарға азан менен қаматтың арасында дұға жасау жайында өсиет етті. وَلَا نُفَرِّطَ فِي ذَلِكَ إِلَّا لِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ. Егер шарғи бір үзір болмаса, шариғат рұқсат еткен бір үзір болмаса, бұл нәрсеге жай қарамау жайында, және бұл нәрсеге маңыздылықпен қарау жайында өсиет алды. وَذَلِكَ Өйткені дейді, бұның себебі, неге азан мен қаматтың арасында дұға жасаңдар деп Алла елшісі бізге бұйырып, бізге серт алып, бізге өсиет етіп жатыр. Өйткені لِأَنَّ الْحُجُبَ تُرْفَعُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ. Осы уақытта Алла тағала мен пендесінің арасындағы перделер көтеріледі. Яғни дұға міндетті түрде қабыл болады деген сөз. Дұға қайтарылмайды деген сөз. لأن الحجب ترفع في ذلك الوقت بين الداعي وبين ربه. Дұға жасаушы мен Раббысының арасындағы перде көтеріледі осы кезде деп жатыр да. بمثابة فتح باب الملك. Енді бұған мысал келтіріп жатыр. Елбасының өзінің бір сарайының есігін ашып қойған сияқты дейді. والإذن في دخول أصحابه وخدامه عليه. Яғни бір күн жариялап, бүгін есік ашық болады, маған кіретін есік ашық болады. Кез келген қажеттілігі бар адам келіп мені сұрасын дейтін болса, адамдардың барлығы барып не істейді? Мемлекет басшысынан қажеттіліктерін сұрай бастайды. Сол кезде айтып жатыр, қараңыз. فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الرَّعِيلِ الْأَوَّلِ. Ең алғашқы топпен келген адамдар болатын болса, жаңағы мемлекет басшысының несіне, сарайына, хан сарайына, قُضِيَتْ حَاجَتُهُ بِسُرْعَةٍ. Оның қажеттілігі бірден орындалады. Яғни ең бірінші келген адамдарға не істемейді? Қайтарылмайды деп жатыр. مُقَابَلَةً لَهُ عَلَى سُرْعَةِ مَجِئِهِ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ تَعَالَى. Не үшін? Яғни бұл Раббысына деген асығыс үшін, Раббысына деген сондай бір ынтызарлығы үшін, сондай бол бірінші болып дұға жасап атқан үшін оның дұғасы дереу қабыл болады деп жатыр да. Жаңағы патшаның үйіне асығып келген адам сияқты. وَمَنْ كَانَ مِنْ آخِرِ النَّاسِ مَجِئًا. Ал енді ең соңғы болып келген болса, соңынан келіп, ең артынан келіп дұға жасап бір нәрсе сұрап жатқан болса, жаңағы патшаның үйіне келіп, онда оның дұғасы қабыл болуы мүмкін, болмауы мүмкін. Сол сияқты айтып отыр. Кана мин абтаихим ижабатан. Және бұның дұғасы ең соңғы қабыл болады. Өйткені бірінші келгеннің дұғасы бірінші қабыл болады. Соңғы келген дұғасы соңғы қабыл болады. Соны айтып жатыр да. Ма аннаху та'ала ла яшғалуху ша'ну ша'нин. Ша'нун ан ша'нин. Бірақ та айтып жатыр. Бұл дұрыс, бұл салыстырылмалы түрде. Бірақ та Алла тағаланың ісі бір нәрседен бір нәрсені машғұл қылып қоймайды. Яғни бұл деген сөз, қазір мысалға Алла тағала сізбен машғұл болып жатып, маған уақыт болмай қалады деген сөз емес, ондай емес. Алла тағаланың құзырында оның барлығы бұлай емес. Бірақ бұл адамның ықыласына деген мәселе болып жатыр да. Яғни дұрыс, бұл дүниеде патшаға кім бірінші келеді, соның дұғасы, яғни қажеттіліктер бірінші орындалады. Соңғы келгендікі соңғы орындалады, өйткені ол соңғы келіп тұр да. Алла тағаланың құзырында ол ондай емес. Бірақ адамның ықыласына байланысты, келіп дұға жасағанына байланысты, өзінің Раббысына деген мәмілесіне байланысты болады деп жатыр да. Валакин хаказа муамалатуху та'ала ли халқихи. Алла тағала өзінің пенделерменен осылайша мәміле жасайды деп жатыр. Яғни сен асығып бірінші болып келіп осыған мұқияттылық беріп, маңыздылық беріп дұға жасасаң, бірінші болып сенің дұғаң қабыл болады. Ал кім деген осы нәрседе кейінге қалатын болса, оның дұғасы кейін қабыл болады деген мәселе отыр. ولا يخفى أن الحق تعالى يحب من عباده الإلحاح في الدعاء. Өте қажетті мәселелердің бірі, өте маңызды мәселелердің бірін айтып жатыр. Және еш жасырын емес, Алла тағала өзінің пенделерінен дұға жасаған кезде илхах, жалынып, жалбарынып сұрауды жақсы көреді деп жатыр, қараңыздар.
Неге? Өйткені лианнаху жалынып, жалбарынып, сондай бір қажеттілігін білдіріп айту муъзинун бишиддатил фақати вал хажати. Ол өзінің Раббысына өте қатты мұқтаж екенін, өте қатты Раббысынсыз еш нәрсе орындай алмайтындығына өте қатты мұқтаждығын білдіреді деп жатыр да ол нәрсе. Яғни сіз қаншалықты біреуге мұқтаж болып тұрсыз, соншалықты оған не істейсіз? Өзіңіздің күйіңізді көрсетесіз. Дәл сол сияқты Раббыңызға өте қатты жалынып, жалбарыну сіздің Раббыңызға соншалықты мұқтаж екеніңізді білдіреді деп жатыр да. Енді қараңыз, екінші тұсы, Алла сақтасын, біз бәріміз осы нәрседен аулақ болуымыз керекпіз. Осы нәрседен сақ болуымыз керекпіз. وَمَنْ لَمْ يُلِحَّ فِي الدُّعَاءِ Кімде-кім дұғада осылайша ықылас танытып, жалынып, жалбарынып, дұға жасамайтын болса, فَكَأَنَّ لِسَانَ حَالِهِ يَقُولُ Оның хәл тілі айтып атқан сияқты дейді. Яғни бізде шынайы тілмен жасайтын дұғамыз бар, және хәл тілі бар, яғни жүрек тілі бар да. Оның жүрек тілі былай айтып атқан сияқты дейді. Ана гойру мухтажин иля фадлиллахи таала. Алла сақтасын. Мен Алла Тағаланың фазилетіне мұқтаж емеспін дегендей мағына білдіреді деп жатыр бұда. Өйткені мысалы қараңыз, сіз біреуге қатты мұқтаж болмасаңыз, оған бір нәрсе сұрасаңыз қалай сұрайсыз? Енді берсең разы болам, бермесең ренжімеймін деп айтасыз да. Өйткені сіз оған қатты мұқтаж болмай тұрсыз. Оған қатты бір сондай бір мұқтаждығыңызды білдірмей жатсыз. Дәл сол сияқты мағына шығып қалады. Бұл деген сөз өте үлкен әдепсіздік та, Құдай сақтасын, қараңыздар. Сол үшін дұға жасаған кезде өзіміздің қатты мұқтаждығымызды соншалықты Раббымызға тіпті әрбір шығарып жатқан демімізде, әрбір жұтып жатқан демімізде мұқтаж болғандай соны білдіріп тұрып дұға жасауымыз керекпіз. Илхахпен дұға жасауымыз керекпіз да. Ал қалай болса солай дұға жасауға болмайды. Бұл жерде әдепсіздік бар да. Көрдіңіздер ме? وَمَنْ لَمْ يُلِحَّ فِي الدُّعَاءِ فَكَأَنَّ لِسَانَ حَالِهِ يَقُولُ Кімдегі мен дұғада осындай бір қатты ықыласпен жалынып, жалбарынып сұрамаса, оның бір жүрек хәл тілі мен Алла Тағаланың фазилетіне мұқтаж емеспін деп айтып отқан сияқты болады дейді. Алла сақтасын. وَرُبَّمَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَكْشِفُ حَالَهُ حَتَّى يَصِيرَ يَدْعُو فَلَا يَسْتَجِيبُ لَهُ Алла сақтасын. Бұндай адамның хәлін дейді Алла Тағала өзгертіп қою мүмкін дейді. Құдай сақтасын баршамызды осындай нәрседен. Яғни қараңыз, бұл жақсылап дұға жасамайды, немесе мүлдем дұға жасамау мүмкін да. Ода бәрі бар, дүниесі бар, кәсібі бар, мал мүлкі бар, жаңағындай бүкіл адамдар оның қажеттілігін орындайды, мансабы бар, мемлекеттік бір жоғары жерде лауазымда қызметте жұмыс жасап жүр. Осындай себеппен ол дұға жасамай кетті. Яғни бұның барлығы мен өзім тауып жатырмын дейтін адамдар бар ғой мысалға. Мен өзім еңбегіммен келдім, мен Раббымның Алла Тағала маған берген жоқ, мен өздігіммен келдім, яғни мен Алла Тағаланың фазилетіне мұқтаж емеспін деген сияқты адамдар болады да. Осындай адамдардың Алла Тағала халін өзгертіп қою мүмкін дейді. Тіпті біз дұғада да осындай бір немқұрайлық танытатын болсақ, Алла Тағала біздің халімізді өзгертіп қою мүмкін. وَيُلِحُّ فِي الدُّعَاءِ لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَا يَرَى لَهُ أَثَرَ إِجَابَةٍ Кейін, халі өзгергеннен кейін, жақсылықта, нығметте, берекетте болғаннан кейін, оның халі тарлыққа өзгерген кезде, қиыншылыққа, мусибаттарға ауысқан кезде, ол жалынып, жалбарынып дұға жасай бастайды. Яғни басына қиыншылық келген кезде дұға жасайды, бірақ дұғасының жауап болу себептерін байқамайды. Сол үшін біз көбіміз айтамыз, мен дұға жасап жатырмын, дұғам қабыл болмай жатыр, не істеймін дейміз де. Демек біз осындай мәселелер, яғни дұғаның қабыл болуына өте көп себептер болған сияқты, дұғаның қабыл болмауына да осындай өте көп себептер бар. Сол себептердің бірі осы да. Хатта якаду кабидуху ятафаттату минал қахри. Сөйтіп бұл қатты жалынып дұға жасағаннан, яғни сондай бір бауыры үгіліп кететіндей қылып дұға жасайды, жалбарынып дұға жасайды дейді. Бірақ бәрі дұғасы қабыл болмай жатады да, Алла сақтасын. Енді кейбір адамдардың Алла Тағала сондай бір тәубесін қабыл етіп, халін өзгертуі мүмкін, бірақ көп адамдардың дұғасын қабыл болмау себебі, өйткені Алла Тағала білуші барлық нәрсені, білімі бүкіл нәрсені қамтыған. Оған қазір оның дұғасын қабыл етіп, қайтадан сол бұрынғы халіне түсіріп қоятын болса, ол қайтадан бұрынғы халіне түседі. Мен өзім жеттім бұл нәрсеге. Бұл нәрсе менің өзімнің таза еңбегім деп айта бастайды да бұл. Кама алейхи таифату туджар, көп саудагерлер, яғни кәсіпкерлер осы халде болған сияқты дейді. Вал мубаширин аллазина дарат алейхимуд даваир, және халі жағдай өзгеріп қалған, үлкен бір лауазымда, қызметте, мемлекеттік мансаптарда жүрген адамдардың жағдайы сол сияқты дейді. Яғни жұмысы, қызметі жақсы жүріп жатқан кезде Раббысын ұмытып қояды, қиыншылық келген кезде я Раббым деп бір қойын сойып жүгіріп келіп жатады. Осыны айтып жатыр да, осы мәселені айтып жатыр. Фатарахум яқраун ал-аурат ва яхфазун ал-иқсамат ва яд'ун Аллаха лейлан ва нахаран бианна халахум яуду иля ма кана фала юджибухум. Яғни бұл адам
жақсылық кезінде, жағдай бар кезде Раббысын ұмытып кетті де, қиыншылық кезде не істейді? Яқраунал аурат. Күнделікті таңғы кешкі зікірлерін тастамай айта бастайды. Сөйтіп жаңағыдай Құран хатым оқи бастайды. Сөйтіп күндіз түні Раббысына дұға жасай бастайды. Менің халім қайтадан бұрынғы жағдайға, жақсы халға өзгерсе екен деп, бірақ оның дұғасы қабыл болмайды дейді. Қараңыздар, бұл сол кездегі заманның адамдарын айтып жатыр. Сол кездегі заманның адамдары өздері дұға жасайтын болған, өздері таңғы кешкі зікірлерді айтатын болған, өздері Құран оқитын болған. Ал қазір көпшілік білім жолында жүрген, осы дін жолында жүрген адамдардың өзі таңғы кешкі зікірлерді айтпауы мүмкін де. Ал енді авам халықтың халі қандай болады? Бұлар өздері дұға жасау былай тұрсын, қиыншылық келген кезде тіпті сол кезде өздері дұға жасамайды. Өкінішке орай, сол кездің өзінде сіз хотя бы өзіңіз дұға жасайтын болсаңыз, тым болмаса өзіңіздің тіліңізбен Алла Тағала сіздің дұғаңызды көбірек қабыл етеді. Бірақ ол мешітке келеді, имам, молдеке маған дұға жасаңыз деп. Оның өзі үшін жасаған дұғасы әлде қайда қайырлы да. Осы нәрсеміз халыққа үйретуіміз керекпіз. فإياك يا أخي أن تتهاون بالدعاء في كل وقت ندبك الحق تعالى إلى الدعاء فيه. Yani Allah Тағала саған мандуб қылған, яғни рұқсат еткен, мұстахаб қылған уақытта дұғаға немқұрайлы болма деп жатыр да. Яғни Алла Тағала сізге айтып жатыр, міне мына уақытта дұға жаса, мен сен дұғаңды қабыл қылам деп жатыр. Осы кезде немқұрайлы болып қалма, осы мүмкіндікті жіберіп алма деп жатыр. Бейне бір мысалға мемлекет басшысы немесе жалпы бір мемлекеттік қызметкер сізге айтады, осындай уақытта ертең маған келіңіз, мен сол кезде жұмыста боламын, сіздің қажетіңізді өтеп беремін деп айтады. Сіз басқа уақытта барсаңыз айтады ғой, мен сізге осы уақытта кел деп айттым ғой, енді қазір мен істей алмаймын деп айтады. Сіз дәл сол уақытта барасыз, кешікпей, минутымен барасыз. Дәл сол сияқты Алла Тағала сұра деген уақытта сұрауымыз керекпіз. Фатуқасия ма ла хайра фихи. Яғни сөйтіп Алла Тағала сұра деген уақытта сұрамай, сұрама деген уақытта сұрайтын болсаңыз, сізге бір ешбір хайры жоқ, берекеті жоқ, жақсылығы жоқ нәрселерге тап боласыз деп отыр. Валлаху алимун хаким. وروى أبو داود وغيره مرفوعا الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. Yani Abu Davud'te және одан басқа да хадис жинақтарында келген мынау хадис бар екен. Азан мен қаматтың арасындағы дұға қайтарылмайды деп отыр. Yani Алла елшісі айтып жатыр, көрдіңіз бе? Yani осы жерде, осы уақытта дұға жаса деп отыр. Біз осы уақытта дұға жасауымыз керекпіз да. زاد النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه فادعوا. Yani осы кезде дұға жасаңдар деп келді деп отыр. وزاد الترمذي, имам Тирмизи мына риwayatты қосқан екен. فقالوا فماذا نقول يا رسول الله. енді Алла елшісі айтты, азан менен қаматтың арасында дұға қайтарылмайды, дұға жасаңдар осы уақытта деген кезде сахабалар сұрап отыр, не деп дұға жасайық я Расулалла деген кезде Алла елшісі үйретіп жатыр, қараңыздар. Салуллаха ал-афията фи дуния вал ахира. Алла Тағаладан дүниеде және ақыретте афия сұраңыз, яғни амандық сұраңыз. Бұл дүниеде және ақыретте. Кейбір адамдар болады, өкінішке орай, енді ол бір білімсіздіктен ғой. Менде бәрі бар қазір, бәрі жақсы, мен не сұраймын деп айтады. Олай айтпаңыз. Біз әрбір жұтып жатқан ауамызда Алла Тағалаға мұқтажбыз. Дұрыс, әлхамдулилля. Алла Тағала сіздің жағдайыңызды жақсы қойған болса, бүкіл дүниеңіз жүріп жатыр, кәсібіңіз жүріп жатыр, қызметіңіз орындалып жатыр, бала шағаңыз, отбасыңыз амандықта, дендері сау, намазыңыз орында, құлшылығын жасап жатсыз, барлығы жақсы. Бірақ осы кезде мен енді не сұраймын Алла Тағаладан демеңіз де. Осы нәрсенің жалғасуын сұраңыз. Афия. Бұл Алла Тағаланың сізге берген үлкен нығметі. Осы нығметтің давамды болуын, жалғасуын сұраңыз. Я Аллахым, осы нығметті менен алып қойма. Және осы нығметті ертең қияметте ары қарай жәннатпен жалғасуын нәсіп ет деп сұраңыз да. Сол үшін өте үлкен қателік. Мен не сұраймын Раббымнан деп айтуды. Өйткені біз әрбір көзімізді ашып жұмуға дейін Раббымызға мұқтажбыз. Варауал хаким, сол міне осы нәрсені Алла елшісі үйретіп жатыр сахабаларға. Алла Тағаладан афия, амандық сұраңдар дүниеде және ақыретте деп жатыр. Варауал хакиму марфуан иза нада ал-мунади. Яғни егер азаншы азан айтатын болса, футтихат абуабус сама. Қараңыз, футтихат деп жатыр. Бұл деген не деген сөз? Бүкіл есіктер біреу қалмастан барлық аспан есіктері ашылады деген сөз. Яғни дұғаңыз сіздің қайтарылмастан қабыл болады деген сөзді. Аспанның барлық есіктері ашылады. Вастужибат дуа, және дұға қабыл болады. Фаман назала бихи карбун ау шиддатун фальятахайянил мунади. Кімде-кімге бір қатты қиыншылық жағдай келетін болса, әрқайсымызға қатысты мәселе бұл. Өте бір қиын жағдайға түстіңіз, дұғаңыздың қабыл болғанын қалап тұрсыз. Онда не істесін дейді? Фальятахайян ал-мунади, яғни ай янтазиру бидауатихи хатта юаззин ал-муаззину фаюджибаху.
азаншының азан айтқан уақытын күтсін дейді. Сөйтіп азаншы азан айтқан кезде аспан есіктері ашылып, дұға қабыл уақыты болатын кезде сол кезде дұға жасасын деп жатыр. Осы адамдар. Сосын Алла Тағаладан қажеттілігін сұрасын. Қандай қажеттілігі бар, бәрін сұрасын. Кама ядуллу алейхи хадису Аби Дауд. Абу Дауудтың уан Насаи және имам Насаидің хадистері осыған не істеп жатыр? Осы сөзді қуаттап жатыр. Ва гайрихима марфуан қул кама яқулу муаззин. Бұл хадистерді қалай келген? Алла елші айтып жатыр. Азаншы қалай айтса, дәл солай айт деп жатыр. Файдан тахайта фасал туата. Сөйтіп азаншының айтатындай айтып болғаннан кейін, азаншыға жауап беріп болғаннан кейін, міне енді сұра, саған беріледі деп жатыр. Туата, беріледі. Қалаған нәрсең беріледі деп жатыр осы кезде. Варауал Байхақи марфуан иза нудия бис-салати. Имам Байхақи риуаят етіп жатыр. Егер намазға азан айтылатын болса, адбара шайтану ва лаху дуратун хатта ла ясма ат-таъзин. Қараңыз. Азаншы азан айтып жатқан кезде шайтан теріс бұрылып қашады. Адбара дегеніміз бұрылып қашады. Ва лаху дуратун, мына жердегі дурат деген сөз адамның жел шығарғандағы дауысы. Бұны кейбір ғалымдар басқаша мағынамен неткен бұрмалаған. Яғни шайтан сондай бір дауыс шығара бастайды, жаңа азанның дауысын естімес үшін өзін жаңағындай азанның дауысын естімейтіндей алдап, сөйтіп қаша бастайды азан дауысын естімеу үшін дейді. Бірақ кейбір ғалымдар айтқан, жоқ, бұны шынайы мағынасында қалдырамыз деген. Яғни шайтан жел шығарып тұрып қашады дегенде азанның дауысын естіген кезде, азаншы азан айтатын кезде. Не үшін қашады ол? Хатта ла ясма ат-таъзин, азаншының дауысын естімеу үшін. Файза қудиял азану ақбала. Сөйтіп азан біткеннен кейін қайтып келеді. Көрдіңіздер ме? Қашат, азан біте салысымен қайтып келеді. Фаиза сауаба адбара. Енді қараңыз, қамат айтылған кезде қайтадан қашып кетеді дейді бұл шайтан. Демек сол намазда жаңағы біздегі уәсуастан сақтайтын азан мен қамат екен. Вал мураду бит тасуиби хуна ал-иқама. Яғни жаңа хадисте сауаба деген сөз айтты ғой, осы мағынасын түсіндіріп беріп жатыр. Тасуиб деген сөз қамат мағынасы деп жатыр. وروي عن الإمام أحمد مرفوعا. إمام أحمد رواية تلقين حديثه إذا ثوب بالصلاة فتحت أبواب السماء. Қараңыз, басқа бір риуаятта егер намазға қамат айтылатын болса, аспан есіктері ашылады дейді. Демек, азан мен қаматтың арасында бір дұға жасап, қаматтан кейін тағы да дұға жасаңыз деп жатыр да. Вастужиба дуа, және осы кезде дұға қабыл болады деп жатыр. Варауа ибн Хиббан фи сахихихи марфуан саатан ла юрадду ала даин дааватуху. Екі уақыт бар дейді, қараңыз. Осы екі уақытта дұға жасаушының дұғасы қайтарылмайды деп жатыр. Хина туқамус сала, біріншісі намазға қамат айтылған уақыт. Ва фи саффи фи сабилиллахи таала. Екіншісі Алла Тағала жолында, джихадта, әскердің сабында қатарда тұрған кезде сіздің жасаған дұғаңыз қабыл болады деп жатыр. Валлаху а'лам. Алла Тағала баршамызға осындай бір үлкен Алла Тағаланың, Алла елшісінің ұлы өсиеттерінің бірі болған осы азан мен қаматтың арасында дұға жасау деген өсиетке амал етуді баршамызға нәсіп етсін. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи раббил аламин.